Хорошо. Что сделаем? Пикник. Хорошо. На данный момент мы все болеем, мы все заболели. Үйдегілердің барлығы килым, мен, болашағым. Все мы заболели. Қалтама сал қойын ба? Сенікі не? Вкусно? Ас болсын. Так? Осы уақытта 38-39 градусқа дейін температурамыз көтеріліп, қатты ауырып жүрдік. Сөйтіп жазылып қалған кезде қызым құлағым деп ауырып жылағаннан кейін құлағын емдетуге барып, платныйға барып қаратқанбыз. Сол кезде, оказывается, бір құлағында су жиналып қалған, дұрыс естімейді деп врачтар қорқытып, операция жасау керек дегеннен кейін сразу платныйға барып қаратқанбыз. Осылай тазартып, продув, анау-мынау сондай жасатқан. Сосын бәрі жақсы болды. Қатты ауырып, мұрнын дұрыс тазаламағаннан бір құлағында су жиналып қалған екен, ішіне қарай кіріп. Бұл жаздың басында болды. Бұл архив видеолар барлығы. Есте қалу үшін өзіме естелік ретінде барлығын түсіріп, ютубқа салам деп жүріп, уақытым болмай, енді ғана қолым тиіп барлығын салып жатырмын. Сосын үй жаққа бардық. Үй жаққа барып, өзіме джинсы алдым, қыздарға осындай көрме игрушкалар алдым, өздері сұраған. Содан кейін күйеуіміз екеуміз базарға бардық. Өзімізге үйге жолға заттар алдық. Скоро өз үйімізге көшетін болғандықтан барып, қалаға көрпе, жастық, сондай заттар алып, қарап, базарға барып келгеніміз бар. Бала қарау бар ғой. Қыз баланың қанында бар ма бір нәрсе? Көргендерін істей ма? Ультрием бар ғой.